енді бұл алыс-беріс болып кетті деп сөкпеңіздер. Бірақ та осы үлкен тойымызда отбасымыздың барлық мүшесіне сыйлық дайындаған болатынмын. Соның бірі дәл қазір біздің осылай күліп ойнап, дәл осындай үлкен той беріп жатқанымыздың ең бір үлкен себепкері бұл біздің ата-енеміз, папа-мамамыз. Атамызға 200 доллар ақшалай сыйлығымыз бар. Ал енеме болса, өзінің армандап жүрген, өзінде жоқ, өзі ұнатып жүрген норковая шуба. Мамама да сыйлығым бар. Екі мамамды бірдей көрем. Екеуіне бірдей норковая шуба. Менің мамам, менің өсірген анашым осы кісі. Бірақ та мені тапқан, дүниеге әкелген анам бар. Дәл осы жерде әкем болмаса да анамның өзі дұрыстатып береді. Алла менің анашым. Өсірген, ана болғанмен әрбір сәтте әкенің орны бөлек. Және де соны білдіртпей өсіргендеріңізге Алла разы болсын сіздерге. Алтынға да осындай. Алтын мамаға да осындай. Бір емес, 3 папам бар, 3 мамам бар. Ешкімді бөліп жармай. Мамам, анашым, мамам. Біздің бүгінгі үлкен алғашқы дүбірлі тойымызға қош келіп жатырсыздар. Дәл қазір ерекше бір тұсаукесер болайын деп тұр. Бірінші ниетте көп балалы ана болсын деп, нағашы әжесі Шолпан апа. Апа, мамам бар, сол маманы да шақырамыз. Болашақта тіс дәрігері болсын деген ниетте жездесі Төлегенді шақырамыз. Шашын алатын осы әулеттің нағашысы Бақтыбек ағамызды ортаға шақыра қояйық. Шай берсін. Әке шешесі бар болсын. Айтайын, өмір жасы ұзақ болсын. Тек бақытты бала болып жүре берсін. Әумин. Ең алғашқы балапанымыздың маңдай шашын алайық. Маңдайы жол ашық болсын деп қошеметтеріңіз ағайын. Шаш алу рәсімі. Қошеметтеріңіз ағайын. Дәстүрдің озығы бар жаз. Байланысты айта кетейін, оқырмандар, бізде деген андай алдыңғы тойда да өтірік біреу келіп өзінше осындай достаниялардың тойында жүрміз, анау-мынау деген салынған болатын TikTokқа. Бізде барлығын қарап жүретін адамдар бар. Артық адам келмейді тойға. Сосын тойға келетін блогер достарым, құрбыларым тоже артық адам қастарыңызға ертіп, мобилографты да азайтсаңыздар деймін. Себебі барлығын түсіріп жүретін өзіміздің мобилографтарымыз болады. Қалғандарын алға шығармаймыз, алда түсірмейді. Біздің орта бос болу керек. Барлығын қадағалаймыз. Мобилографтар барынша блогер құрбыларым алып келмесеңіздер, сіздерге үлкен өтінішім.
кеше Айдан тойында бір қыз біресе хиджабпен келген бір тойда, екінші тойында орамалсыз жүрген, прикол ұстап бәрімен дос болып алған блогерлердің жаңағы келген қонақтардың орнына отырып алып, ол қонақтар кетіп қалған тойдан. Сондай жағдайлар болып жатыр екен. Жаман жазып жатыр, сол қызса сенің тойыңа барайын деп жатыр деп та. Бізде бәрін тексеріп жүретін адамдар болады. Просто сосын әркімнің, әр қонақтың өзінің орны бар. Сол себепті де ондай нәрселер болмайды деген ойдамын. Бірақ та болған жағдайда ренжімеңіздер, ешкімді аямаймын деймін ба. Өйтіп өтірік жаңағыдай подписчигіммен деп, анаумын деп, мынаумын деп керек емес. Мені сыйласаңыздар, жақсы көрсеңіздер, барлық той онлайн форматта өтеді, сіздерге трансляция болады, тамашай аласыздар, сіздер үшін соны жасатып жатырмыз, ол бөлек ақша тұрады білесіздер. Сол себепті артық нәрсе жасамаңыздар. Тумаластарым, жақындарым, құрбыларым, достарым, сіздерге кіші жаңалықты айтып жіберейін. Өткенде де бір айтқан болатынмын. Тойда ең әдемі, ең керемет этно образ үшін Lexusқа жолдама сыйлайтын боламын. Бұны міне дәл осылай дайындап тұрып, сіздер үшін жасаттым. Сондықтан да барынша тойды көтеріп, ат салысып, әдемі этно көйлектеріңізді киіп, дәл осы сыйлық менің бір жақыныма бұйырсын деймін. Енді тойға тек қана жақындарымыз, өзімізге етене жақын, жанымызға жалау болатын ағайын, туыс, нағашы, достарымыз, құрдас, жұмыстастар деген сияқты атамның құрдастары, енемнің жақындары барлығы сол тек жақындар шақырылды. Және де солардың арасынан бір жанға осындай этно киімі үшін, әдемі образ үшін Lexusқа жолдама сыйлаймыз. Ал тойға ұласын, кімге бұйыратын бұйырса кешке білетін боламыз. Маған да қызық болып тұр. Этно киімді сол жақта тамадамен бірге қарап өзіміз анықтайтын боламыз. Барлығы енді менде всегда ғой. Көреміз енді, күш топ киініп келіңіздер сол үшін. Мен түсірмеймін. Осындай дайындық болатыр бізде. Мама бүгінгі образында қойшы. Образды жатсам да. Удобно киіп алдым үстіне. Мыналардың ауыздарына бірдеңелер тыққыштап, шайын ішкізіп қоймасаң, автоматия жүр ғой. Ракетамен ұшайын деп тек. Ресторанға келдім, дәл қазіргі сәт. Аға қараңызшы маған. Біздің алып батырлар бүйтіп қарап тұр. Күшті қайса. Өте керемет, қараңыздар, балтасының өзі қандай. Бізде осындай дайындық болып жатыр. Гүлдер аяқтаудың қыздары, тағымыз.